Қабдеш Жұмаділов аққуды атбас болар. Екінші бөлім. Ақынның қарашегірмен қоштасуы адам басына түсетін аса ауыр қайғы емес, мұң ғана болатын. Қимастықтан туған құлазу, сағыныш. Ал қайғыға келсек, ол қажының басында қат-қабат үйіліп жатқан. Кейде менің қайғымдай қайғы кімде бар деп тау тасты жаңғырта айғай салғысы келеді. Ал айналасындағы мұны білетін адамдар шәкәрімнің сонша қасіретті бір өзі қалай көтеріп жүргеніне таң қалады. Біріншіден, мұндай қайғыны бір Алланың қақтығына, жаратушының құдіретіне сенген адам ғана көтеруі мүмкін. Екінші себеп, ел басына жаппай төнген апат. Жұрттың қанадай қырылып, халқың қан жұтып отырғанда, жеке бастың қайғысы кішірейіп, жай әдеттегі нәрсе боп қалады екен. Өйткені шығын бермеген, аза тұтпаған шаңырақ жоқ. Бұл күнде әкем айдалып кетті, бала шағам аштан өлді деген сөздер жаңалық болудан қалған. Шүкір, Алла тағала шәкәрімді ұрпақсыз қалдырған жоқ еді. Екі әйелі Мәуен мен Айғаншадан 5 ұл, 4 қыз өсірген екен. Солардың көбі қазіргі Қарасартоп заманының құрбаны болды. Бәйбішесі Мәуен артына 2 ұл, 2 қыз қалдырып, ертеректе қайтыс болған. Ал кезінде қатты ғашық боп сүйіп алған әйелі Айғанша ортаншы ұлы Қабыш, қызы Күлзия үшеуі аудандағы Қарасартоп түрмесінде жатып аштан өлді. Айғаншаның тұңғышы Ғапур жеткен ұлы Баязитпен бірге Семей түрмесіне қамалып еді. Екеуі де сондағы азап пен аштыққа төзбей, өздеріне қол жұмсап мерт болды. Ал Қабыштан кейінгі 3-ші ұл Ақат Бертінге дейін аман жүреді. Өткен жылы оны да салықты уағында төлемедің деген сылтаумен 5 жылға кесіп жіберді. Әзірге абақтыдан аман қайтқан ешкім жоқ. Кім білсін, Ақаттың болашағы не боларын? Әзірше бостандықта жүргені кенже ұлы Зият қана. Семейде оқу бітіріп, сол жақта қызметте жүр. Құнанбай әулетінен Тәкежанның Әзімбайдан туған немересі Бердеш Ырғызбайдың біраз адамын ілестіріп, жан сауғалап, Қытайға өтпек дейді. Шәкәрім өз кіндігінен тым құрса бір ұлдың аман қалуын ойлап, Зиятты соларға қосып жіберсем қайтеді деп те лобылып қояды. Бұл күнде Абай шаңырағында да белге шығар ешкім қалған жоқ. Ақылбай Мағауиялар әкесімен бірге кеткен. Абайдың әйгерімнен туған сүйікті ұлы Тұрағұл мен Мағауияның ұлы Жағыпар екеуі кәмпеске еленіп, Шымкент жаққа жер аударылғанды. Естуінше Тұрағұлға аштық пен ауру қабат келіп, денсаулығы күрт төмендеп кеткен деседі. Мынадай таршылықта ол да қаншаға барар дейсің. Осы өңірден шыққан бір білімді азамат Мұхтар Әуезов еді. Болашағынан үміт күттірген сол жігітте 2 жылдан бері Алматының абақтысында жатқан көрінеді. Сонымен әр қайсысы бір елге қам болғандай алаш азаматтарын да шетінен абақтыға жауып, одан қалғанын атып асып, біртіндеп тауысуға айналды. Сонда мұның өзі қазаққа арнайы келген, тігерге тұяқ қалдырмайтын, ең алдымен көзі ашық, оқығандарын жоятын төтенше апат болды ғой. Ал осы зұлмат әу бастан кімнен, қайдан қалай басталды? Шәкәрімнің ойынша, апаттың түп тамыры тым тереңде жатыр. Шәкәрім қажы осындай бір сұмдықтың боларын өкімет басына құдайсыздар келгенді сезгенді. Қазақ, ұят тұрған жерде иман тұрады. Тегенде құдайдан қорықпағаннан қорық дегенді бекер айтты дейсің бе? Билік басындағы ұятсыз, имансыз, құдайсыз тобырдан не жақсылық күтуге болады? Сырттай оқып білінуше, Ресейдегі орыс ақсүйектерінің де шекесі шалқып тұрмаған көрінеді. Жер иесі байларын езуші алпауыт деп, орташаларым бай құлақ деп, шетінен жер аударып, мал мүлкін тартып алып жатса керек.
Құдайсыздардың ұраны теңдік дейді. Сонда бұл қандай теңдік? Кедейді байға теңемек пе? Жоқ, әлде байды кедейге теңемек пе? Ол жағы түсініксіз. Әйтеуір Ресейде шаруаның жөнін білетін ешкім қалмаған деседі. Текті жерден шыққан князь Краб атаулы шетелден баспана сұрап, кемеге тиеліп, қашып жатқанына көп болыпты. Қат сауаты бар оқыған, өздерін орыстың ар намысы санайтын ақ офицерлерді сотсыз, сұрақсыз қабырғаға тізіп қойып, оққа ұстаған. Бір сөзбен айтқанда, құдайсыздар қай жерде болсын ұлттың қаймағынан жоғарғы элитадан құтылуды алдарынан мақсат етіп қойса керек. Өйткені көзі ашық, өз пікірі бар, сауатты адамдардың оңайшылықпен ырыққа көнбесін олар жақсы біледі. Мемлекет қарауында бірыңғай тексіз, қансыз, имансыз, құдайсыз пролетариат қалса басқару оңай болады. Октябрь төңкерісін жасаудағы мақсаттың өзі сол емес пе? Орыстың Иван Бунин, Алексей Толстой бастаған көп жазушылары қазір шетелде жүр. Тіпті пролетариат жазушысы деп әспеттеген Максим Горкийдің өзі Италиядан бірақ шығыпты. Кетем дегендерге жол ашық дейді. Демек, большевиктер өздерінің түбі шикі қылмысты істеріне куә қалдырғысы келмейді. Сол Ресейдегі оқиғалармен салыстыра келіп, Шәкәрім тағы бір шындыққа көз жеткізіп, жағасын ұстады. Демек, қазақ байларын кәмпескелеп, өздерін жер аударып, көнбегендерін банды деп оққа ұстау осындағы шексіз байлыққа ие болу ғана емес, сол арқылы ұрықты, текті, атаны, ұлттың ұйтқысын құртуды мақсат еткен екен ғой. Бір сөзбен айтқанда, ұлттың құтын қашыру, аруақта абыройлы адамдарын жою, халықтың жадын өшіріп, тарихын ұмыттыру, сөйтіп өткенін білмейтін мәңгүрттерді мәңгілік құл ету. Бұл араға келгенде құдайсыздар мен шовинистер бірігіп кетеді. Билік басына кім келсе де үзілмейтін сол баяғы империялық саясат. Бұрын өмірі жалғызсырауды білмейтін, ешқашан зерікпейтін Шәкәрім кейінгі кезде көңілі орнына түспей, әлде неге алаңдап құлазитынды шығарды. Елдегі жағдайды, маңайда не болып жатқанын білгісі келеді. Бұрын бүркіттің бабы, жемі деп, бір уақ қара шегірі ермек етуші еді, оның да айы өтті. Ал қағаз, кітап, оған да қашанға қадала бересің. Бұрынғыда емес, көзінің де болатын қайтқан. Күндіз болмаса, шам жарығында оқып жазуға жанары шыдамайды. Осылайша жанын қойырға жер таппай отырғанда, бір күні кешке таман екі бүркітшінің саят қораға салаң етіп келе қалғаны. Бүркітші болғанда өзіне ежелден таныс құдандалы жақын адамдар. Мына Аягөз, Ақшатау, Арқат, Құндызды маңында Найманның бір бұтағы Қаракерейге жататын сыбандар тұрады. Бұлар да аз емес, 5 болыс ел. Қажының әкесі Құдайбердінің туған нағашысы, яғни Құнанбайдың бас бәйбішесі Күнке әженің төркіні. Күнке қу дауысты Құттыбайдың Сейтеннен туған немересі, Ағанас батырдың қызы. Тобықтылар Шыңғыстау маңына алғаш көшіп келгенде, өріс қоныстарын құдалық жолмен кеңейтпек болып, Найманның жуандарына жаппай құда түскен ғой. Сол кезде өзі де Найманнан қыз алған Өскенбай би әулетіне арқа тірек керек болғанда, құдалыққа осы сыбандарды таңдаған екен. Онда Байғара би Ақтайлақ билердің тұсында сыбанның шалқып тұрған кезі. Нәтижеде Ырғызбай мен Жаңкөбек әулеті неше қабат құда болады. Бертінде Құнанбай осы Ағанастан тараған Кенжеғұл бидің қызы Қаражанды ортанша ұлы Тәкеженға алып берген. Сыбан ауылдары Абай заманында Құдайбердінің тұсында да Құнанбай әулетімен жиі араласып тұрды. Кейінгі Шәкәрім кезінде де бұл байланыс үзілген жоқ. Мына келгендер сол Ағанастан тарайтын Ақберді Жақып деген саятшы бүркітшілер еді. Шәкәрім осы саят қораны мекен еткелі, бұлар жыл сайын құс салып осында келіп тұратынды. Міне,
Қазірде ескі таныстар құшақ айқастырып шұрқырасты да қалды. Ақберді мен Жақып екеуінде екі бүркіт. Ер жеткен бір баласын қауышылыққа алып, ағайынды жігіттер өздері жеке шығып кетсе керек. Бүркіттері бабында екен, қанжығаларында 2-3 түлкілері бар. Сөйлесе келе мәлім болды. Бұларға да бүркіт салу жай сылтау. Шонжардың тұқымысың деп, белсенділер маза бермейтін болған соң, осылай бой тасалап енге аң аулап кететін көрінеді. Жалпы ағана сәулеті шетінен бойшаң ірі келетінді. Мұна Ақберді мен Жақып та солай екен. Нағашыларына тартқан Құдайберді марқұм да ұзын бойледі. Шәкәрім бой жағынан әкесінен де асып түсті. Бүгін Тобықты мен Сыванның өңшең бойшаңдары тас үйге тіреу бола жаздап, қурдақпен шай іше отырып, әңгімені бір гулеттау. Айтатындары ел ішінің жаңалықтары. Шәкәрім Тобықтының кетеуі кеткен қазіргі қален айтса, Ақберді мен Жақып кезектесіп Сыбанның басына төнген ауыртпалықты жүретеді. Қайда барсаң, қазанның құлағы төртеу. Құдауанда бір-бірінен аусашы. Екі ауданың жағдайы бірдей екен. Бір-біріне егіз қозыдай ұқсас, құдайсыз белсендіні қалай тауып қойған десейші. Шыңғыстауды Қарасартоп билесе, Аягөзді сұрап тұрған Сарнағайып деген біреу екен. Бұрын айрандай үйіп отырған 5 болыс Сыванның қазір быт-шыты шықты, деді Ақберді күйіне тіл қатып. Не үшін екен? Белсенділер Сыванның Жанкөбек тармағына өлердей өш. Ертеде Иісі Найманды билеген ірі билер осы Жантөбектен шыққан ғой. Нар дауысты Нарымбай, қу дауысты Құттыбай, Байғара би, Ақтайлақ би, Кеңесбай, Жарқынбай билер. Бір Ақтайлақтың өзінен Әкімбай, Кеңесбай, Жарасбай, Сабырбай атты 4 ұл тараған. Міне, осы кісілердің ұрпақтарын түгел кәмпескелеп, мал мүлкін тартып алып, адамдарын жер аударып, қаңқытып жіберді. Билердің әулетін Аягөзден аластайық деген ұран көтерілді ау. Тура біздің елдегі сияқты екен, деді Шәкәрім езу тартып. Құнанбай қажы, Шәкәрім қажы деген сөз шықса, біздегі белсенділердің де төбе шашы тік тұрады. Өздері ағайын арасына ши жүгіртіп, бірін айдап салуға келгенде, мұндай шебер болар ма, деді Ақберді тағы бір ойдың шетін шығарып. Иманды болғыр Нарымбай атамыз баяғыда Ташкентті билеп тұрған кезінде, сондағы құраманың жетімдерін өз атына жаздырып бауырына сала беріпті ғой. Кейін бәрін үйлендіріп, алдарына мал салып берген. Оларды шетке қаққан ешкім жоқ. Осындағы көп Жанкөбектің бірі болып жүре жатқан. Аягөзге келген белсенділер тімтініп жүріп, арадағы сол саңылауды тапты ғой. Әлгі асырандылардан тараған ұрпақты азғырып, Нарымбайдың өзге балаларына қарсы айдап салды. Ой Аллай-ай! Бірақ күнде жау болып шыға келді жаңағы кірмелер. Біздің елде кім қажы, кім болыс, кім би болған, кімдердің қай жерде тыққан малы, көмген алтыны бар, әлгілер түгел сарнатып айтып берді ау. Іштен шыққан жаудың жанға батқаны сонша, біздің бір ағаларымыз аруағыңнан айналайын, Нарымбай-ай, өзгенің бәрін білгенде, асырандының ел болмысын, тексіз құлдың ұл болмасын қалай білмедің екенсің. Бір кезде қойныңа салған жылан айналып келіп, өзімізді шақтау деп еңіреп тұрып жылады ғой. Бізде де дәл солай болды, деді Шәкәрім өз тарапынан сөз қозғап. Тобықтыны жік-жікке бөліп, рулардың 40 жылға ескі киген қайта қоздырды. Бөкенші мен Борсаң, Ырғызбай мен Жігіттек болып, қысқасы, үш олжай бірінің жағасын бірі жыртты. Біреулер баяғы қажатамай кеткен есесін тартқан айып анжысын айтып, сол үшін ұрпақтарының жауап беруін талап етті. Абайдың ұлы Тұрағұл мен Мағауияның ұлы Жағыпардың мал мүлкі тәркіленіп, өздерінің жер аударылуына сол ағайындардың қысасы себеп болды. Апырай,
Өзгені былай қойып Құнанбай мен Абайдың әруағын сыйламауына қарағанда сіздің ел де бұзылып кеткен екен, деді Ақберді шошына жағасын ұстап. Арадағы әңгіме үзіліп, аңшы құсбегілер біразға дейін үнсіз отырды. Айтпақшы, сіздің елдің аштыққа ұшырауы өзін-өзі апаттан сақтауы қалай, деді Шәкәрім әлден уақытта. Біздің ел сияқты бет ауған жаққа босып кеткен жоқ па? Ой, Шәкай, оның несін сұрайсың? Біздің елде де тозып бітті, деді Ақберді түнеріп. Аягөз 9 жолдың торабы Қытайға бір табан жақын емес пе? Бойында әл қуаты барлар қу кеңірдектердің қамымен шекара асып кетіп жатыр. Бір тәуірі өткен жылы біздің ауданның үстімен шойын жол өтті ғой. Жастар жағы соған жұмысқа тұрып талғажау бірдемесін тауып жүр. Нағашы сыбандар ертеңінде қош-қош айтып аттанып кетті. Шәкәрімді жалғыздық құрсауы мен ауыр қайғы қайта келіп басты. Бұл айларда қаламды да қолына жиі ала бермейді. Кейінгі уақытта көңіл күйге байланысты қақ жолына шақырған біраз жырлар жазды. Соның ең көлемдісі «Ұмытылғанның өмірі» атты өмірбаяндық толғау. Ұмытылған өзіне таңдап алған лақап аты. Мұнда өмірден бір жола түңілу бар. Ақын мені енді ешкімде еске алмайды, осымен бәрі бітеді, бәрі ұмытылады деп есептеп, бір уақ тәркі дүниелікке салынады. Сонымен бірге болашаққа үмітпен қарауда жоқ емес. Туннельдің арғы басында бір жарық сәуле бар. Кейінгі ұрпақ осы мені түсінбей қалып жүрмей ме деген қауіппен өз өмірінің кезең-кезеңін жыр кестесіне түсіреді. Мәселен, мына жолдарды қалай түсінуге болады? Дұшпаным жоқ, досым жоқ, қайғыдан да шошу жоқ. Рақат іздеп тосу жоқ. Бір жындымын құтырған, жаралы жаным шықсын деп. Қара жер мені жұтсын деп, өлген соң елім мұтсын деп, атымды қойдым мұтылған. Бұл өлеңнен біз ештемеден қорықпайтын, керек десеңіз өлімнен де сескенбейтін, кемел шағына жетіп, өз ісін түгел жасап болған тарпаң да тәкаппар ақынды көреміз. Өлген соң елім мұтсын деп деген жолда бәрі бар. Онда еліне деген өкпе наз да, өзіне сенген ақындық еркелік те жоқ емес. Шәкәрім қажының өмірде пір тұтқан екі ұстазы бар еді, Абай және Толстой. Шәкәрім Толстойға хат жазып, шығармашылық жайында ақыл кеңес сұраған. Кешікпей жауап келеді. Ұлы жазушы сол хатта ақынның әдебиеттегі жолын сызып бергендей болып еді. Ал Абай әлдебір тұйыққа тіреліп, ақыл сұрай барғанда, бұған тым қиын көрінген дүниені оп-оңай түсіндіріп талдап беруші еді. Енді міне Абай да жоқ, Толстой да жоқ, кімнен ақыл сұрарсың? Бұл күнде есі шыққан жұрт Шәкәрімнің өзінен ақыл дәметеді. Егер Абай қазір тірі болса, мына жұрт қайтер еді деп ойлады. Шәкәрім бір сәт қиялға беріліп. Әй, қарасар топтың құдайсыз қара тобыры Абайды да түтіп жейді ғой. Заманның бір шама түзу кезінде Абайды сабаған ағайын мынадай қағынған кезеңде аянып қалар деймісің? 3 бөлім. Бұл өмірден кезінде аға сұлтан болған Құнанбай қажының өткеніне әлі жарты ғасыр толған жоқ. Ал ұлы ұстаз Абайдың өмірден өткеніне небәрі 27 жыл. Осы аралықта дүние асты үстіне келіп, қалай тез өзгерді десеңізші. Иә, мына жұрт қазір Құнанбай заманы, Абай заманы келмеске кетті десіп жүр. Ал сонда мына заманды кімдікі дейміз? Қарасар топ заманы дейміз бе? Жоқ, күлмеңіз. Солай демеске шараңыз жоқ. Кезінде Құнанбай жөнге сала алмай кеткен, Абай түзей алмай кеткен қалың тобықтыны сол қарасар топ аз жылда бір тарының қауызына сыйдырып жібереді ғой. Аудандағы Огпуға жаңа бастық келіпті. Бұрын бес қарағай қалқын қан қақсатқан қаныпезер біреу екен. Енді оны Шыңғыстау елін жөнге салуға жіберіпті деген хабар тау жайлаған Шәкәрімге еміс-еміс естеліп жатқанда. Әлгі құлақ естігенді көз көреді деген рас. Ақыры Гпу бастағанды көрді-ау, бірақ түк таңдаған жоқ.
Абзал Қарасартоп сол өзі мөлшерлегендей адам болып шықты. Қазір Қазақстанның әр ауданында бір Қарасартоп жүр ғой. Қарасартоп емес, бір Голышекин жүр десе де болғандай. Мынау да соның бірі. Тек бір мөлшері ғана жаңсақ кетіпті. ГПУ бастығы әскери адам дегенге ұзын бойлы сірескен біреу ме деп ойлаған. Мұнаның бойы тым маласы екен. Қажының қолтығынан ғана келеді. Бадырақ көздеу келген, танауы тарбиған сіріңке қара. Ақылсыз басқа адыраңдаған көз бітеді деуші еді. Соған дәл келіп тұр. Тоқ шегі қысқа, ішіне шынашақ айналмайтын әпер бақан ұрдажықтың өзі болып шықты. Бірақ бойым аласа дейтін ГПУ бастығы жоқ. Кімнің де болсын басынан асыра қарайды екен. Сұрғылт гимнастерика, галифе шалвар, өзеңгіге қажалып сәл өңі түскен хром етік, иығында аспа қайысы бар жалпақ қайыс белбеуді кіндіктен жоғары кеуделете буындады екен. Оң жақ бүйірінде сол белбеу түстес қабы бар тоқпақ жіліктей ап-ауыр пистолет. Қысқасы, қазіргі сәтте Қарасартоптың ай парасын асырып тұрған сол тоқпақ жілік болса керек. Совет үкіметі ұстатқан сол айбарым орнымда бар ма, жоқ па дегендей әр минут сайын оң қол сол қаруына барып қайтып отырады екен. Екеуі ойда жоқта кездесті. Шәкәрім айына бір рет аудан Оралыға қарауылға барып тұратынды. Абақтыда жатып аштан өлген сүйікті жара Айғаншаны ұлы Қабыш пен қызы Күлзияның басына барып Құран оқиды. Адамынан айырылған таныс біліс ағайынға көңіл айтады. Сондай бір сапарда ауылдың шетіне іліне бергенде Қарасартоптың сайтандай ұшыраса кеткені, ол да менің тырнағымнан таныпты. Мен де оның құлағынан таныдым деп Пушкин айтқандай екеуі бірін-бірі жазбай таныды. Бәлкім қолында Шәкәрімнің суреті бар шығар. Алдымен таныған Қарасартоп. Астындағы ақжал жиренді жылдан бастырып, алдын кес-кестеп орқыта берді. Ассалаумағалейкум қажеке. Жаңылмасам, осы сіз Шәкәрім қажы боларсыз деді. Мұның тұла бойын тінте қарап, қару бар ма деп қауіптенетін секілді. Уағалейкум ассалам, қателескен жоқсыз. Сол өзіңіз айтқан Шәкәрім қажы мен боламын. Ал сіз кім боласыз деді қажы оның кім екенін әдейі білмегенсіп. Мен осындағы ГПУ-дың жаңа бастығы Абзал Қарасартоппын деді. Өз буына өзі піскен анау қарадай мардымсып. Сізге әдейі барып сәлем беруге мұршам болмай жүр еді. Құдай сәтін салып кездесе кеткеніңізді қарашы. Ақыр кездестік қой, жүріңіз біздің кеңсеге барып біраз әңгімелесейік. Шәкәрім бармауға сылтау таппай, оның соңынан амалсыз ілесті. Бұрынғы ГПУ бастығы Юдиннің тұсында бір-екі рет келгені бар еді, кеңселері сол орнында екен. Аттарының шылбырын алдарынан жүгіріп шыққан солдатқа ұстатып екеуі ішке кірді. Қарасартоп қажыға орындық ұсынып, өзі төрдегі орнына барып жайғасты. Байқайды, жаңа бастық жыланның аяғын көрген жылпостың өзі. Шәкәрімге көпшік тастап көтере сөйлеп отыр. Естіп жатқан шығарсыз, басқа қажыларға біз бұлай құрмет көрсетіп жатпаймыз. Желкеден бір түйіп түрмеге тыға саламыз, деді ГПУ бастығы жаңа тұттатқан темекінің түтінін тарбақ танауынан дірдектете шығарып. Ал сіздің жөніңіз бөлек. Сіз жай қажы ғана емес, үлкен ақынсыз ғой. Сізді исі қазақ түгел таниды. Облыстық ОГПУ-дың бастығы Панов жолдас та, оның орынбасары Балков жолдас та сізді жақсы біліп отыр. Өткенде мен осылай аттанарда сізбен ерекше мәміле жасау жөнінде сол кісілер қадағалап тапсырған. Рахмет. Олар кәсіби барлаушылар ғой. Барлаушы жолдастар бәрін біліп отырады, деді Шәкәрім қысқа қайырып. Қарасартоп кезексіз солдатты жұмсап, бір тегене қымыз алдырды. Қымызы жақсы екен, шөліркеп келген қажы тостаған толы қымызды қос қолдай ұстап, түшіркене сімірді. Бұл күнде қымыз да қолға түспейтін асқа айналды ғой. Жылқы құрып кеткен елде қымыз қайдан болсын, тек қолы ұзын бастықтарда болмаса. Қажы
Сіз қазір ен тауда жалғыз үй тұратын көрінесіз. Ел ішіне көшіп келмейсіз бе, деді Қарасартоп сырлы тостағандарға тағы да қымыз құйып жатып. Келсеңіз, үй жағынан қысылмайсыз. Айдалып кеткендердің ең тәуір деген үйін сізге берер едік. Мені алысқа ұзатпай, ұзын арқан, кең тұсаумен көз алдарында ұстамақ қой дегенді ойлап өтті шәкәрім. Бірақ сыртқа сыр берген жоқ. Қамқорлықтарыңызға рахмет. Орталыққа келсем, үй табылады ғой. Бірақ мен оңашалыққа үйренген адаммын. Зеріккенде бір уақыт аңға шығам. Жазу жазғаныма да тыныштық керек, деді екі-үш талау жауап беріп. Тағы бір сөздерді айтсам ба деп оқталды да бөгеліп қалды. Қарасартоп соны да сезе қойған екен. Сіз тағы бірден айтқыңыз келеді-ау деймін. Айта беріңіз, құлағым сізде, деді бар ынтасымен алға ұмсынып. Айтсам орталыққа көшіп келіп, сіздермен қалай көрші болам? Мен Құдай жолын ұстаған, сол үшін қажыға барған адаммын. Ал сіздер Құдайды мойындамайсыздар. Әр ауылда Құдайсыздар ұйымын құрып жатқан көрінесіздер. Сөз жоқ. Сіз де сол ұйымға мүшесіз. Солай емес пе, деді ГПУ бастығына қадала қарап. Қарасартоп мүше емеспін деп айта алмады. Әрине, ол ұйымға біз мүше болмасақ, кім мүше болады, деді әлде бір мақтанышпен. Біз коммунистер дінге емес, ғылымға сенеміз. Құдайға емес, Маркс пен Лениннің іліміне табынамыз. Маркс дін апиын деген ғой. Оны білетін шығарсыз. Білем. Міне көрдіңіз бе? Сізбен біздің жолымыз мүлде қиылыспайды, деді шәкәрім бойына әлде қандай батылдық бітіп. Бірақ бұл өзара жауласу деген сөз емес. Түрлі сенімдегі адамдар да тату-тәтті тұруына болады. Бұлай етсек қайтеді? Ең дұрысы бір-бірімізге кедергі жасамайық. Сіздер өз беттеріңізбен Құдайға қарсы күресе беріңіздер. Мен болсам, ен тауда 5 уақыт намазымды оқып, қағазымды жазып жата берейін. Қисынды сөзге Қарасартоп та қарсы ештеңе айтылмады. Түптің түбінде Маркс ілімі жеңетін діндердің күлі әлақ көкке ұшатын көпірте сөйлеп, біраз отырды да ақырында көкейін тескен негізгі әңгімеге көшті. Шыңғыстың ең түкпір шатқалдарында жасырынып жүрген банды бар дейді. Олар Айдынкөл, Шалқар бастатқан Шұбартау бандыларымен жалғасатын көрінеді. Құс салып тау ішінде жүргенде көзіңізге ондай сөйдегей солпы ешкім түспеді ме, деді шәкәрімге бір түрлі сенімсіздікпен барлай қарап. Жоқ, мен ондай ешкімді көре алмадым, деді шәкәрімде ГПУ бастығына тайсалмай тура қарап. Мен бейтарап адаммын ғой. Құдайсыздармен де, бандылармен де үйірлігім жоқ. Тек оқта-текте Саятқора маңынан мені аңдып жүрген сіздердің тыңшыларыңызды көріп қаламын. Бұл да рас нәрсе болатын. Бұрын шәкәрімге қағушы болған Жұмағали дегенді осы Қарасартоп қазір тыңшы ретінде пайдаланып жүр. Ол байқұсты да қорқытып қолға түсірсе керек. Ол сізді аңду үшін емес, бандылардың ізін кесіп жүрген адам ғой, деді Қарасартоп ыржалақтап. Өйткені Шұбартау бандылары шынында да қауіпке айналып тұр. Олардың аудан орталығы Баршатасты бір рет басып алғанын білесіз бе? Семейден қарулы отряд шығып, бандыларды зорға ығыстырды. Бірақ олар әлі де қаруын тастаған жоқ. Шұбартау керейлерін біртіндеп Қытайға көшіріп әкетпек көрінеді. Ондайдан не хабарыңыз бар? Жалпы өзіңіздің Қытайға көшетін ойыңыз жоқ па? Шәкәрім белуарына түскен мол сақалын тулата кеңкілдеп күлді. Қызықсырақ екен. Мен Қытайға не іздеп барам сонда? Малымды қорғап, қашар едім, 4 түлік түгел тәркіленіп кетті. Бала шағамды аштықтан қорғап, алып өтер едім, олардың бәрі түрме азабына ашаршылыққа шыдамай өліп тынды. Кенже ұлым Зият қалада үкімет қызметінде жүр. Сонда жалғыз мен 73-тегі кәрі шал кімге керекпін? Өзінше уәжден жеңілгені болар. Қарасартоп бұл жолы үндемей қалды. Бірақ іш пікірі өзінде еді. Кәрі қақбастың айтып отырғаны рас, бірақ бұл адамға сенуге болмайды. Совет үкіметіне тіс тырнағымен қарсы. Көрдіңіз бе, советтерді Құдайсыздар үкіметі деп атайды екен. Аузы дуалы қажы бір күні аудан қалқын соңынан ертіп шыға келмесіне кім кепіл?
Сондықтан бұларды көзден таса қылуға болмайды. Жарайды қажеке, Құдай жолын ұстаған екенсіз, сізді ол жолдан қайт деп зорламаймыз. Жасыңыз да келіп қалды ғой, арамызда қанша жүрем дейсіз дегенді өзі де байқамай айтыпты қалды. Оның есесіне, ұстаған жолымнан мен де қайтпаймын. Өмірі шыр бітпеген кедейдің баласы едім, Совет үкіметі ғой, мені адам қатарына қосқан. Әкем көрінгеннің жұлығын жалап, күн көрген етікші болатын. Не керек, Совет үкіметі небәрі 4 класс бітірген мені төрге шығарды ғой. Қазір міне бір ауданның тағдыры қолымда тұр. Бұрынғы болыста, бейде, бай шонжар да алдыма келгенде дірілдеп тұрады. Мұндай үкімет үшін құрбан боп кетсем болмас па? Бұл ГПУ бастығының кім көрінгенге айта бермейтін шын сыр екенін Шәкәрім де түсініп отыр. Иә, жақсылықты жақсылықпен қайтарам дегенің жөн-ақ деді. Бұл жолы Қарасар топты қостап. Тек үкіметке жағам деп басқалардың көз жасына қалмасаң болғаны. Адамдарды жазықсыз күйдіріп, қарғысын алып жүрме. Мәселе сонда, деп қажы қамшысын тымағын қолына алып жүруге қамданды. Біз әлі сізбен талай кездесеміз, деді қажыны есік алдына дейін шығарып салған ГПУ бастығы. Әлде бір бұзақы біреу көзіңізге түссе, бізге дереу хабарлаңыз. Ендігі жетпегені сендерге тыңшы болу еді, деді Шәкәрім ішінен мырс-мырс күліп. Мына шіркінде аздаған ес болсайшы. Қажы атына міне берген сәтте көшемен 4-тен тізілген жастар тобы жүріп өтті. Мектеп оқушылары, әлде сау жойдың шәкірттері, қайсысы болса да аудандағы құдайсыздар ұйымының мүшелері екенінде дау жоқ. Жаңа заманның әлде бір өлеңін айтып барады. Шәкәрім басқасын оға алмай қалды. Тек өлеңнің кел, кедей жатпа бос, қол ұстас жалшымен, байлар мен молданы қойдау қу қамшымен деген қайырмасы ғана есінде қалыпты. Шәкәрім атына мінген соң, ібіліс ектеген мына ауылдан тезірек кеткенше асықты. Құдайсыздар бір жарлап емес, енді тобымен жүретін болған ба? Және жай жүрмей топтаса өлең айтып, шеру тартып барады. Молда мен байларды қойдау қамшымен, кейін ұрпаққа қалдырған өнегесі осы ғой. Соңғы уақытта қажыны шешуі қиын неше алуан сұрақтар қаумалап, басын әбден қатырып жүр. Бір түсінбейтіні, құдіреті күшті Алла тағала осы құдайсыздарға қалай ерік беріп қойды. Құдайсыз коммунистердің үйірген асығы неге алшы түсе береді? Мына бетінде кете берсе, енді аз жылда қасиетті қазақ даласы жын шайтанның ойнаған айналмай ма? Әлде бұл да Алланың жер бетіне әдейі жіберген сынағы екен? Адамзаттың бір бөлегі құдайсыз, имансыз өмір сүріп көрсін. Бір дәуір адасып барып қайта оралсын. Ең ақырында ақиқатқа көздері жетсін дегені ме? Әй бәсе, солай шығар. Адамзат тарихында жаратушы мұндай ауытқуларға талай рет жол берген. Жер бетіндегі қарғын соғыстар әлемге бір өзі қожа болуды көздеген басқыншылар, тіпті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз тұсында құдайсыз мүшриктер Алланың ақ жолына неше рет қауіп төндірмеді ме? Ақырында пайғамбарымыз бен оның соңына ерген сахабалар Меккеде тұрақтай алмай, Мединеге дейін шегініп барып, жаратушының жәрдемімен қас жауларын зорға жеңбеді ме? Алла тағала адамды топырақтан жаратқанда, ібіліс шайтанды оттан жаратыпты. Адам атаға періштелердің өзі бас игенде, ібіліс күпірлік келтіріп, адамға бас имей кеткен. Ендеше сол ібіліс әулетінің де бір мезгіл жер бетін билейтін кезі болады деген сөз. Қазір жер бетінде не болып жатқаны Аллаға алақанға салғандай беп белгілі. Олы жаратушы сонау ғарыштан құдайсыздардың ісіне көз қырын салып қойып, бас бұзар тентек баланы қызықтағандай жымиып күліп отырған шығар-ау. Оларға тозақ оты дайын тұр. Шәкәрім қажы сол күні аудан орталығы қарауылға қонбай таудағы үйіне түнделете қайтып кетті.